Аяна 22 жастағы қазақ қызы еді. Ол өмірінде үлкен өзгеріс жасау үшін шетелге жұмыс істеуге бел буды. Алматтағы қарапайым өмірін артқа қалдырып, Дубайдағы бай отбасының балаларына күтуші болуға аттанды. Ол сол кезде бұл шешімінің тағдырын түбегейлі өзгертетінін білмеген еді. Арнаға тіркеліңіздер. Қай қаладан көріп отырсыздар? Комментарийге жазып кетіңіздер. Қазір сіздерде сағат қанша? Уақыттарыңызды жазыңыздар. Аяна ұшақ терезесінен төмендегі қаланы қарап отырды. Дубайдың жарқыраған шамдары алыстан ертегі сияқты көрінді. Бірақ ол бұл әсем қаланың артында қандай құпия күтіп тұрғанын әлі білмейтін. Аяна Алматыда анасымен бірге тұратын. Әкесі ерте қайтыс болғандықтан, ол отбасына көмектесуді өз міндеті санады. Қанша жұмыс іздесе де, көңілінен шығатын тұрақты қызмет табылмады. Бір күні құрбысы оған ерекше ұсыныс айтты. Аяна, Дубайға барып жұмыс істегің келе ме? Бай отбасы балаларын қарайтын адам іздеп жатыр екен. Айлығы өте жақсы дейді. Аяна бірден жауап бере алмады. Шетелге шығу оған қорқынышты көрінді. Бейтаныс ел, бейтаныс адамдар. Бірақ анасының сөздері есіне түсті. Қызым, өмірде кейде мүмкіндік бір-ақ рет келеді. Егер өзіңе сенсең, бәрін жеңесің. Осы сөздерден кейін Аяна келісім берді. Бірнеше аптадан соң ол қолына кішкентай чемоданын ұстап, жаңа өмірге қарай жолға шықты. Бірақ Аяна Дубайдағы сол үлкен үйдің есігін ашқанда, оның өмірі бұрынғыдай болмайтынын сезген жоқ еді. Аяна қолындағы чемоданын ұстап, үлкен темір қақпаның алдына келді. Қақпа автоматты түрде жайлап ашылды. Ішке кірген сәтте-ақ оның көзіне зәулім ақ вилла түсті. Айналасы пальма ағаштарына толы. Ортасында үлкен бассейн, ал аулада бірнеше қымбат көлік тұр екен. Осындай үйде адамдар шынымен тұра ма деп таңғалды Аяна. Есіктің алдында оны орта жастағы әйел қарсы алды. Қош келдіңіз, менің атым Фатима. Осы үйдің барлық қызметкерлеріне жауап берем, деді әйел жылы жүзбен. Сәлеметсіз бе? Шаршаған шығарсыз, алдымен бөлмеңізді көрсетейін. Аянаға екінші қабаттағы шағын, бірақ өте жайлы бөлме берілді. Терезесінен бүкіл аула көрініп тұр. Бөлмеде жаңа жиһаз, жеке жуынатын бөлме, киім қоятын шкафтың бәрі дайын екен. Ол чемоданын ашып жатқанда есік жай ғана қағылды. Кіруге бола ма? Аяна бұрылып қараса, кішкентай қыз күлімдеп тұр екен. Мен Ләйләмін. Кел, Ләйлә. Қыз жүгіріп келіп. Сіз біздің жаңа күтушімізсіз бе? Иә. Бұрын бұлары ұзақ тұрмайтын. Аяна таңырқап. Неге? Қыз бір сәт үнсіз қалды. Білмеймін, бірақ бәрі кетіп қалатын. Сол кезде дәлізден әйелдің дауысы естілді. Ләйлә! Қыз селк етіп. Мен кеттім, деп бөлмеден асығыс шығып кетті. Аяна бұл сөзге аса мән берген жоқ. Түскі уақытта оны Карим мен Сара ас бөлмесіне шақырды. Үстелде түрлі тағам қойылыпты. Карим күлімсіреп. Біз үшін ең бастысы балалардың амандығы. Олар сізге үйреніп кетсе болды. Түсіндім. Сара да сөзге араласты. Әмір тұйықтау, ал Ләйлә өте сезімтал. Екеуіне де мейірім керек. Барынды саламын. Сол күні кешке Аяна балалармен алдада ойнап жүрді. Ләйлә күліп жүгіріп жүрсе, Әмір үнсіз ғана әткеншекте отырған. Аяна оның жанына келді. Әмір, сөйлескің келмей ме? Бала біраз үндемеді, сосын жай ғана. Бұл үй үлкен, бірақ кейде өте қорқынышты. Неге олай дейсің? Әмір жан-жағына қарап алды. Түнде біртүрлі дыбыстар шығады. Қандай дыбыстар? Біреу жылаған сияқты болады. Аяна күлімдеп. Мүмкін саған елестейтін шығар. Әмір ештеңе демеді. Кешке балалар ұйықтағаннан кейін Аяна өз бөлмесіне кіріп, анасымен телефон арқылы сөйлесті. Қалайсың, қызым? Жақсымын, мама. Үй өте үлкен екен. Балалар да жақсы. Өзімді күт. Уайымдамаңыз. Телефонды қойған соң ол терезені ашып таза ауа жұтып тұрды. Сол сәтте төменгі қабаттан әлде бір есіктің тарс жабылған дауысы шықты. Артынша біреулердің бәсең сөйлескені естілді. Аяна сағатына қарады. Түнгі 2:30. Бұл уақытта кім жүр, деп ойлады ол. Бірақ көп ұзамай бәрі тынышталып қалды. Ол төсегіне жатып көзін жұмды. Арада бірнеше минут өткенде, дәлізден жай ғана аяқ дыбысы естілді. Біреу оның бөлмесінің есігінің алдына келіп тоқтағандай болды. Аяна демін ішіне тартып есікке қарап қатып қалды. Аяқ дыбысы дәл есігінің алдында тоқтағандай болды. Бірнеше секунд өтті. Сосын есік тұтқасы өте баяу қозғалды. Аяна орнынан атып тұрып, жүрегі тарсылдап кетті, бірақ есік ашылмады.
Бірнеше сәттен кейін аяқ дыбысы алыстап, дәліз қайтадан тынышталып қалды. Таңертең ол бұл туралы ешкімге ештеңе айтпады, өзіне өзі. Мүмкін бір қызметкер жүргенші бар, деп қоя салды. Таңғы астан кейін балалармен бақшаға шықты. Ләйла гүлдерді суарып жүрді, ал Әмір үнсіз ғана кітап оқып отырды. Аяна оның жанына барып, «Әмір, сен неге үнемі жалғыз отырасың?» деп сұрады. Бала иығын көтерді. «Бұрын ойнайтынмын. Қазір ше? Қазір ойнағым келмейді». «Неге?» Әмір айналасына қарап алды да сыбырлап. «Бұл үйдің кейбір жеріне баруға болмайды». «Кім айтты?» «Әкем». «Неге болмайды?» «Білмеймін». Осы кезде Фатима алыстан. «Аяна!» деп шақырды. «Қазір барам». Фатима оған үйдің ішін көрсетіп жүрді. «Мынау ас бөлмесі, анау демалыс бөлмесі, алны дәлізге қызметкерлер ғана кіреді». Олар жертөлеге түсетін баспалдақтың қасына келгенде Фатима кенет тоқтап қалды. «Осы есікті есте сақтаңыз», Аяна басын изеді. «Бұл жерге ешқашан кірмеңіз». «Неге?» «Үй иесінің жеке қоймасы». «Түсіндім». Бірақ Аяна бір нәрсені байқады. Есіктің тұтқасы жаңа сияқты, ал құлпы бірнеше рет ауыстырылғандай көрінді. Бұл оған біртүрлі әсер қалдырды. Кешке қарай Сара қаладағы қайырымдылық кешіне кететінін айтты. Кәрин де жұмысына шығып кетті. Үйде тек балалар, Фатима, екі қызметші және Аяна қалды. Кешкі ас кезінде Ләйла кенет. «Аяна әпке?» «Иә? Егер бір күні сіз кетіп қалсаңыз?» «Неге кетем?» «Өйткені бәрі кетеді». Аяна жымиып. «Мен ешқайда кетпеймін». Ләйла қуанып күліп жіберді. Сол түні балалар ұйықтап қалған соң, Аяна ас үйге су ішуге түсті. Үй іші жап-жарық болғанмен тым-тыныш еді. Суды алып бөлмесіне қайтып бара жатқанда, жертөлеге түсетін дәлізден әлсіз жарық көрінді. Фатима ұмытып кеткен шығар деп ойлады ол. Аяна бірнеше қадам жақындады. Дәл сол кезде төменнен бір адамның анық дауысы естілді. «Ешкім бұл туралы білмеу керек». Аяна тоқтап қалды. Артынша екінші дауыс жауап берді. «Уайымдамаңыз, жаңа күтуші ештеңе сезген жоқ». Аянаның жүрегі зу ете қалды. Олар өз туралы айтып тұрған түсінді. Ол дыбыс шығармай кері шегіне бастады. Бірақ дәл сол сәтте қолындағы стақан саусағынан сырғып кетіп, еденге тарс етіп құлады. Үй ішін жаңғыртқан сол дыбыстан кейін төмендегі әңгіме бірден тоқтап қалды. Бірнеше секундтан соң жертөленің есігі баяу ашыла бастады. Жертөленің ауыр темір есігі баяу сықырлап ашылды. Аяна демін ішіне тартып, тұрған жерінде қозғала алмай қалды. Баспалдақтың қараңғылығынан алдымен аяқ киім көрінді. Артынша қара костюм киген ер адам жоғары көтерілді. Бұл үйдің күзетшісі әрі жүргізушісі Омар еді. Омар Аянаға тік қарап, «Бірдеңе болды ма?» деп сұрады. Аяна тез есін жинап, «Су алып келе жатқанмын, стақан қолымнан түсіп кетті», деді. Омар бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. «Жарақат алған жоқсыз ба?» «Жоқ». «Онда демалыңыз. Бұл жерге түнде келмегеніңіз дұрыс». «Жақсы». Омар төменге қайта түсіп кетті де, есік қайтадан жабылды. Аяна бөлмесіне көтерілгенімен ұйықтай алмады. Неге олар мен туралы айтты? Жертөледе не бар? Бұл сұрақтар оның мазасын қашырды. Таңертең бәрі ештеңе болмағандай жүрді. Карим балалармен бірге таңғы ас ішіп отыр екен. «Қайырлы таң, Аяна», деді ол күлімдеп. «Қайырлы таң». Балалар сізді қатты жақсы көріп қалыпты. Ләйла бірден. «Аяна әпке, бізбен бүгін бассейнге түседі». Карим күліп. «Әрине, жұмысыңыздан кейін демалғанымыз дұрыс». Сырт көзге бәрі мінсіз отбасы сияқты көрінді. Бірақ Аяна кешегі әңгімені ұмыта алмады. Түстен кейін балалар ұйықтап жатқанда Фатима қоймадағы сүлгілерді алып келуді өтінді. Екінші қабаттың соңындағы қоймада. Аяна сүлгілерді алып жатқанда шкафтың үстінде шаң басқан көк папканы байқап қалды. Папка ашық тұрған екен. Ішінен бірнеше сурет сырғып жерге түсті. Аяна еңкейіп суреттерді жинай бастады. Бірінші суретте осы үйдің алдында тұрған жас әйел бейнеленген. Екінші суретте сол әйел Әмір мен Ләйланы құшақтап күліп тұр. Үшінші суретті көргенде Аяна таңырқап қалды. Суреттің артына ағылшын тілінде Эмили Ненни 2022 деп жазылыпты. Бұрынғы күтуші шығар. Тағы бір сурет. Мария 2023. Тағы біреу. София 2023. Аяна ойланып қалды. Ләйланың бәрі кетіп қалады дегені осы ма екен? Дәл сол сәтте дәлізден аяқ дыбысы шықты. Ол суреттерді тез орнына салып,
папканы жапты. Ішке Фатима кірді. Сүрбілерді таптыңыз ба? Иә. Фатиманың көзі папкаға түсіп кетті. Мына шкафты ақтарудың қажеті жоқ еді. Дауысы бұрынғыдан әлдеқайда суық шықты. Кешіріңіз, сүргі алып жатқанда кездейсоқ құлап кетті. Фатима ештеңе деместен папканы алып шкафқа қайта қойды. Сол кеште балалармен ертегі оқып отырған кезде Әмір кенет сұрады. Аян әпке, иә? Егер сізге біреу ертең үйге қайтасыз десе, сенесіз бе? Әрине, неге? Әмір басын шайқады. Өйткені бұрынғы әпкелерде солай айтатын. Сосын, бірақ олар ешкіммен қоштаспай жоғалып кететін. Аянаның денесі тітіркеніп кетті. Оларды кім алып кететінін көрдің бе? Әмір үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін жай ғана. Мен ештеңе айтпауым керек, деді. Дәл сол сәтте дәлізден Кариннің даусы естілді. Әмір! Бала селк етіп бірден үндемей қалды. Ал Аяна алғаш рет бұл үйде бәрі көрінгенде емес екеніне анық сене бастады. Сол түні Аяна ұзақ уақыт көзіле алмады. Әмірдің бұрынғы күтушілер ешкіммен қоштаспай жоғалып кететін деген сөзі қайта-қайта ойына келе берді. Шынымен жоғалып кетті ме? Әлде жұмыстан кетіп қалған шығар деп өзін жұбатуға тырысты. Бірақ жүрегі бәрібір бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезетін. Келесі күні таңертең Карим Аянаны жұмыс бөлмесіне шақырды. Бөлме өте кең еді. Қабырғаларында қымбат картиналар ілулі тұр. Үлкен терезеден қаланың биік ғимараттары көрінеді. Карим оған күлімсіреп қарады. Аяна, балалар сені қатты жақсы көріп қалды. Рахмет. Сенің жұмысыңа ризамыз. Ол үстелдің тарпасынан ақ конверт алып шықты. Мынау саған. Аяна ашып қараса, ішінде келісілген айлықтан бөлек қомақты сыйақы бар екен. Бұл не үшін? Біз жақсы қызметкерлерді бағалаймыз. Аяна алғысын айтты. Бірақ Каримнің келесі сөзі оны ойландырып жіберді. Тек бір нәрсені ұмытпа. Қандай? Біздің отбасының жеке өмірі сыртқа шықпауы керек. Бұл келісім шарттың ең маңызды талабы. Әрине. Үйде не көрсең де, не естісең де, ол осы үйдің ішінде қалуы тиіс. Аяна басын изегенімен жүрегі бір түрлі болып кетті. Түстен кейін балалармен ойын бөлмесінде сурет салып отырды. Лейла күннің суретін салса, Әмір үнемі бір үйдің суретін сала берді. Бірақ суретте үйдің жертөлесі қара түске боялған еді. Әмір, мына қара жер не? Бала қарындашын қойып. Ол жаққа баруға болмайды. Неге? Әкем рұқсат етпейді. Сен барып көрдің бе? Әмір үнсіз қалды. Кешкісін Сара балаларды ерте ұйықтатуды өтінді. Өзі мен Карим маңызды қонақтарды күтіп отыр екен. Кешке виллаға бірнеше қымбат көлік келді. Қонақтар бірінен соң бірі кіріп жатты. Аяна балалардың бөлмесінде отырғандықтан төмендегі әңгімені анық ести алмады. Бірақ түн ортасына қарай су ішу үшін ас үйге түскенде қонақтардың бәрі кетіп қалыпты. Тек Карим мен белгісіз бір ер адам сөйлесіп тұр екен. Аяна оларды байқамай қалсын деп, ас үйдің есігінің тасасына тоқтады. Құжаттардың бәрі дайын ба? Деді бейтаныс ер адам. Иә, ешқандай мәселе болмайды, деп жауап берді Карим. Ал жаңа күтушіше? Аяна тағы да өз атының аталғанын естіп, демін ішіне тартты. Ол ештеңе білмейді, деді Карим сабырлы үнмен. Бұрынғылар сияқты болып кетпесін. Оны өзім бақылап жүрмін. Осы сөздерден кейін әрге ер адам күліп жіберді. Аянаның бойын үрей биледі. Ол бөлмесіне қайтпақ болып бұрылған сәтте, аяғы кішкентай сәнді құмыраға тиіп кетті. Құмыра еденге құлап қатты дыбыс шығарды. Төмендегі әңгіме бірден тоқтады. Бірнеше секундтан кейін Каримнің даусы естілді. Ана жерде кім бар? Аяна жүрегі тарсылдап, дәліздің қараңғы жағына қарай асыға жүріп кетті. Бірақ дәл артынан біреудің жақындап келе жатқан аяқ дыбысы анық естіліп тұрды. Аянаның жүрегі кеудесінен шығып кетердей дүрсілдеп тұрды. Артынан жақындаған аяқ дыбысы анық естілді. Аяна! Бұл Каримнің даусы еді. Аяна тоқтап артына бұрылды. Иә? Карим оған күлімсірегендей болды. Сен бе екен деп қалдым, ұйықтамадың ба? Су ішуге түскенмін. Сыныкты. Карим бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. Біздің әңгімемізді естіген жоқсың ба? Аяна өзін барынша сабырлы ұстауға тырысты. Жоқ, мен жаңа ғана келдім. Карим басын изеді. Жарайды, демал. Аяна бөлмесіне кіргеннен кейін ғана терең тыныс алды.
азақ қалды. Келесі күні таңертең бәрі әдеттегідей басталды. Балалар таңғы асын ішіп отырды. Ләйла көңілді болса, Әмір бұрынғыдан да тұйық көрінді. Аяна оның көңілін көтермек болып, бүгін қайда серуендегің келеді? Әмір жай ғана. Ешқайда. Неге? Өйткені бүгін біреу келеді. Кім? Бала жауап бермеді. Түске таман вилла алдына қара түсті көлік тоқтады. Көліктен шамамен 50 жастағы ер адам түсті. Оны Карим өзі қарсы алды. Екеуі бірден жұмыс бөлмесіне кіріп кетті. Бір сағаттан кейін әлгі адам кетіп қалды. Бірақ Аяна бір нәрсені байқады. Ол қолында қалың папка ұстап кірген, ал шыққанда папка жоқ еді. Кешке қарай Сара балаларды қаланың ойын-сауық орталығына алып кетуді өтінді. Аяна, сен де бірге бар. Жүргізуші Омар көлікті дайындап қойды. Жол бойы Ләйла мәз болып сөйлей берді, ал Әмір терезеден үнсіз сыртқа қарап отырды. Кенет ол ақырын ғана: Аяна әпке. Иә? Егер сіз бір күні кетсеңіз, онда не болады? Ләйла тағы жылайды. Неге? Өйткені ол сізге үйреніп қалды. Аяна күлімсіреді. Мен жақын арада ешқайда кетпеймін. Әмір басын шайқады. Бұрынғылары да солай айтқан. Кешке үйге қайтып келген соң балалар бірден ұйықтап қалды. Аяна өз бөлмесіне көтеріліп бара жатқанда, дәліздегі кішкентай үстелдің астынан қағаздың шеті шырып тұрғанын көрді. Ол еңкейіп қағазды алды. Бұл бүктелген кішкентай хат екен. Сыртында ағылшынша бір ғана сөз жазылыпты. For the new nanny. Жаңа күтушіге. Аяна таңырқап хатты ашты. Ішінде қысқа ғана сөйлем бар еді. Егер бұл үйден аман шыққың келсе, ешкімге сенбе. Аянаның денесі мұздап кетті. Ол жан-жағына қарады. Дәлізде ешкім жоқ. Бірнеше секундтан кейін төменгі қабаттан Фатиманың дауысы естілді. Аяна, сіз қайдасыз? Аяна хатты тез қалтасына салып үлгерді. Бірақ дәл сол сәтте дәліздің арғы шетінде тұрған беймәлім адамның сұлбасы көзге шалынды. Ол Аянаға қарап тұрды. Ал келесі сәтте жарық сөніп, бүкіл дәліз қараңғылыққа батып кетті. Бүкіл үйді қараңғылық басты. Ләйланың бөлмесінен қорыққан дауысы естілді. Аяна әпке. Аяна бірден балалардың бөлмесіне қарай жүгірді. Мен осындамын, қорықпаңдар. Ләйла оны құшақтап алды. Жарық неге өшіп қалды? Ештең етпейді, қазір қосылады. Осы кезде үйдің резервті генераторы іске қосылып, шамдар қайта жанды. Бірақ Аяна дәлізге қайта қарағанда, жаңа ғана тұрған белгісіз адам жоқ болып кеткен еді. Балаларды ұйықтатып болған соң, Аяна қалтасындағы хатты қайта шығарды. Қағаз сарғайып кеткен, жаңадан жазылғанға ұқсамайтын. Ол хаттың екінші жағын аударғанда тағы бір сөйлемді көрді. Егер бұл хатты оқып отырсам, демек мен де дәл сен сияқты осы үйде күтуші болғанмын. Аянаның жүрегі дүрсілдей бастады. Ол ары қарай оқи бастады. Менің атым Эмили. Егер мен бұл жерден кетіп үлгермесем, осы хатты біреу табады деп үміттендім. Бұл үйде бәрі көрінгенде емес. Осы жерден кейін қағаздың төменгі бөлігі жыртылып қалыпты. Жалғасы жоқ. Ертесі күні Аяна үйді жинастырып жүрген қызметкерлердің бірінен байқамай сұрап көрді. Бұл үйде бұрын көп күтуші жұмыс істеді ме? Қыз бір сәт үнсіз қалды. Иә. Олар қайда кеткен? Білмеймін. Байланыстырасыңдар ма? Қыз жан-жағына алаңдап қарап алды. Бізге ондай сұрақ қоюға болмайды. Ол сөзін аяқтамай кетіп қалды. Түскі уақытта Фатима Аянаны шақырды. Бүгін кешке Карим мырзаның маңызды қонақтары келеді. Балаларды ертерек ұйықтатасыз? Жақсы. Ал өзіміз екінші қабаттан төмен түспеміз. Неге? Солай керек. Фатиманың дауысы бұл жолы бұрынғыдан да қатқыл шықты. Кешке виллаға тағы бірнеше қымбат көлік келді. Балаларды ұйықтатып болған соң Аяна бөлмесіне кірді. Бірақ терезеден аулаға қарағанда қызық нәрсені байқады. Карим, Омар және тағы екі ер адам жер төленің сыртқы есігіне қарай бір-бірден үлкен қораттарды көтеріп бара жатыр екен. Пеннің бір уағында мұндай жұмыстың не қажеті бар? Ол перденің арасынан қарап тұрған кезде, кенет Карим жоғары қарап қалды. Екеуінің көздері түйісті. Аяна шошып кетіп, пердені дереу жауып қойды. Бірнеше минут өткен соң, есігі баяу қағылды. Тоқ, тоқ, тоқ. Аяна, деген Каримнің дауысы естілді. Иә, ашшы. Аяна есікті ашты. Карим бұрынғыдай күлімсіреп тұр. Ұйықтамадың ба? Жоқ. Терезеден сыртқа қарап тұрған сияқты едің. Аяна жүрегі атша тулап тұрса да сыр бермеуге тырысты. Иә, жай ғана анама хабарласқым келген.
Карим бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. Сосын жай ғана: "Бұл үйде қызығушылықтың да шегі болғаны жақсы, Аяна." Осын айтты да бұрылып кетіп қалды. Есік жабылған соң Аяна оның бұл сөзді ескерту ретінде айтқанын түсінді. Сол түні ол бір шешім қабылдады. Енді ол тек күдіктеніп жүрмейді. Бұл үйде не болып жатқанын анықтайды. Сол түні Аяна таң атқанша ұйықтай алмады. Каримнің "Бұл үйде қызығушылықтың да шегі болғаны жақсы" деген сөзі оның құлағынан кетпей қойды. Егер шынымен бір құпия болса, оны білуім керек. Бірақ балаларға қауіп төнбеуі тиіс, деп ойлады ол. Келесі күні Карим мен Сара таңертеңнен қаладағы кездесулеріне кетіп қалды. Үйде тек Аяна, балалар, Фатима, Омар және бірнеше қызметші қалды. Түскі астан кейін Ләйла шаршап ұйықтап қалды. Ал Әмір Аянаның жанына келіп: "Аяна әпке, иә, мен сізге бір нәрсе көрсетемін." "Не?" "Бірақ ешкімге айтпайсыз." "Айтпаймын." Әмір оны 3-ші қабатқа алып шықты. Бұл қабатқа Аяна бұрын мүлде көтерілмеген еді. Дәліздің ең шетінде кішкентай ғана қойма бар екен. Әмір қабырғадағы ескі шкафты ақырын итерді. Артында тар ғана жасырын қуыс пайда болды. Мұнаны бұрынғы күтуші көрсеткен. Аяна таңғалып қалды. "Эмили ме?" Әмір басын изеді. "Иә." "Ол қайда?" Бала иығын көтерді. "Бір күні жоқ болып кетті." Қуыстың ішінде шағын темір қорат тұр екен. Аяна қоратты ашты. Ішінде бірнеше флешка, ескі телефон және күнделік жатқан. Күнделіктің алғашқы бетінде ағылшын тілінде: "Егер біреу мұны тапса, менің сөзіме сеніңіз", деп жазылыпты. Аяна кітапты өзімен бірге алып кетпек болғанда, төменнен Фатиманың айқайлаған дауысы естілді. "Әмір, Аяна, қайда жүрсіңдер?" Әмір шошып кетті. "Жүрміз." Екеуі қоратты қайта орнына қойып, шкафты жауып үлгерді. Кешке қарай Аяна бөлмесіне кіргенде бір түрлі нәрсені байқады. Оның чемоданының сыдырмасы ашық тұр. Киімдері де бұрынғыдай емес. Біреу оның бөлмесін тінткен сияқты. Ол бірден телефонын тексерді. Орнында. Құжаттарда жоғалмаған, бірақ Эмилидің хаты жоқ еді. Хатты кеше ғана жастығының астына жасырған болатын. Біреу бөлмеме кірген. Осы кезде есік қағылды. "Кіруге бола ма?" деді Сара. "Әрине." Сара күлімсіреп кірді. "Бәрі жақсы ма?" "Иә." "Үйге үйреніп қалдың ба?" "Иә." Сара айналасына көз жүгіртіп шықты. "Бөлменді жинастырып қойыпты ғой." Аяна аң-таң болды. "Кім?" "Қызметшілер шығар." Бірақ Аяна ешкімге бөлмесін жинауға рұқсат бермеген еді. Сара шығып кеткен соң, ол есікті ішінен құлыптап алды. Енді бұл үйде өзінің әр қадамы бақыланып жүргеніне күмәнданбайтын болды. Кешкісін Әмір оның жанына тағы келді. "Аяна әпке." "Иә? Егер ертең бәрі ұйықтаса, не болады?" Әмір ақырын ғана сыбырлады. "Мен сізге жертөлеге кіретін басқа жолды көрсетемін." Аяна таңырқап қалды. Ол дәл осы сәтті көптен күтіп жүрген еді. Келесі күн Аяна үшін өте баяу өтті. Ол сырт көзге ештеңе болмағандай балалармен ойнап, кітап оқып, Ләйлямен сурет салды. Бірақ ойы кешке ауып тұрды. Әмір айтқан құпия жол расымен бар ма? Кешкі ас біткен соң Карим мен Сара тағы да қонаққа кетті. Үй біртіндеп тыныштала бастады. Түнгі сағат 11-ге таяғанда Ләйля тәтті ұйқыға кетті. Әмір есікті жайлап қағып: "Аяна әпке, уақыты келді", деді. Аяна оның соңынан үнсіз ерді. Әмір оны 3-ші қабатқа емес, 1-ші қабаттағы кітапханаға алып келді. Кітапханада мыңдаған ван кітап сөрелері тұр екен. Бала ең шеткі сөредегі үлкен энциклопедияны ақырын өзіне қарай тартты. Сол сәтте сөремен бірге қабырғаның бір бөлігі ішке қарай жылжыды. Ар жағынан тар дәліз көрінді. "Мына жолды саған кім көрсетті?" деп таңғалды Аяна. "Эмили әпке." "Ол қайдан білген?" "Ол бәрін зерттейтін." Аяна мен Әмір шамдарын қосып тар дәлізбен жүре бастады. Дәліздің ауасы салқын әрі сәл дымқыл екен. Бірнеше минут жүрген соң, олар төмен түсетін баспалдаққа жетті. Баспалдақ жертөленің арғы бөлігіне алып келді. Бұл жер Аяна бұрын көрген темір есіктің ар жағынан мүлде баста екен. Мұнда шағым қоймалар, ескі жиһаздар мен архив қораптар ғана тұрды. "Міне", деді Әмір. Бұрыштағы темір шкафты көрсетті. Шкафтың есігі құлыпталмаған екен. Аяна ақырын ашты. Ішінде ондаған папка тұр. Әр папканың сыртында бір адамның аты жазылған. Эмили, Мария,
София, таныс есімдер. Аяна бірінші папканы ашты. Ішінде еңбек келісім шарты, төлқұжат көшірмелері және жұмыстан өз еркімен кеткені туралы өтініштің көшірмесі бар екен. Бірақ өтініштегі қолтаңба басқа құжаттардағы қолтаңбамен сәйкес келмейтіндей көрінді. Бұл бір түрлі, деді Аяна сыбырлап. Сол сәтте алыстан бір есіктің жабылған дыбысы естілді. Тарс. Әмір қорқып кетті. Біреу келе жатыр. Екеуі жарықты сөндіріп, үлкен шкафтың артына тығылды. Бірнеше секундтан кейін дәлізде аяқ дыбыстары жаңғырықты. Омар қолындағы шаммен қойманы қарап жүр екен. Ол шкафтардың бірін ашып, ішіндегі папкаларды тексерді. Сосын телефонмен жай ғана. Ешкім жоқ, бәрі орнында, деді. Телефонды қалтасына салып кері бұрылып кетті. Аяна мен Әмір тағы біраз уақыт үнсіз отырды. Омардың аяқ дыбысы алыстаған соң ғана сыртқа шықты. Жүр, бөлмеңе қайтайық, деді Аяна. Өз бөлмесіне келген соң Аяна көп ойланды. Бұл үйде шынымен құпиялар бар екені анық еді. Бірақ ол әзірге ешқандай қылмыстың нақты дәлелін көрген жоқ. Тек бұрынғы күтушілердің құжаттары, күмәнді жағдайлар және балалардың сөздері ғана бар. Ол асығыс қорытынды жасамауға шешім қабылдады. Алдымен бәрін анық түсініп алуым керек, сосын ғана әрекет етемін деп ойлады. Бірақ дәл сол сәтте телефонына белгісіз нөмірден бір ғана хабарлама келді. Сен бүгін жертөлеге түстің, енді өте сақ бол. Аяна селк етіп кетті. Ол бұл туралы ешкімге айтпаған еді. Ендеше, бұл үйде оның әр қадамын бақылап отырған тағы біреу бар еді. Аяна телефонын қайта-қайта қарап шықты. Белгісіз нөмірден келген хабарламада бір ғана сөйлем тұр еді. Сен бүгін жертөлеге түстің, енді өте сақ бол. Ол дереу хабарлама жіберген нөмірге қоңырау шалды. Бірақ бірнеше қоңыраудан кейін, бұл нөмір қызмет көрсетпейді деген автоматты жауап шықты. Аяна аң-таң болды. Бұл қалай мүмкін? Таңертең ол бәрін әдеттегідей жалғастырды. Балалармен таңғы ас ішті. Ләйла көңілді күліп отырды. Ал Әмір үнсіз ғана Аянаға қарап қояды. Карим дастархан басында. Бүгін кешке біз қала сыртындағы үйге кетеміз. Балалар осы жерде қалады. Сен де осында боласың, деді. Жақсы. Бірақ түн. Аяна басын изеді. Бірақ оның ойында басқа жоспар пайда болды. Үй иелері кеткен соң, ол күнделікті мұқият қарап шығуға бел буды. Кешке Карим мен Сара кетісімен вилла тынышталып қалды. Омар сырттағы күзет бөлмесінде отыр. Фатима өз бөлмесіне кіріп кеткен. Түнгі 12-лер шамасында Аяна кеше тапқан жасырын қуыстағы қорапты қайта ашты. Бұл жолы ол күнделікті түгел оқи бастады. Эмилидің жазбалары күн сайын жүргізіліпті. Алғашқы беттерінде балалар туралы жылы сөздер жазылған. Әмір өте ақылды бала. Ләйла құшақтағанды жақсы көреді. Бірақ уақыт өте жазбалар өзгере бастаған. Бұл үйде бәрі бір түрлі. Кей түндері жертөледе жиналыс өтеді. Қызметкерлердің бәрі қорқады. Келесі бетте Аяна тоқтап қалды. Эмили былай деп жазды. Мен ақыры шындықты білдім. Бірақ оны күнделікке толық жаза алмаймын. Егер бұл дәттер біреудің қолына түссе, балаларға қауіп төнуі мүмкін. Ары қарай тағы бірнеше бет жыртылып алынған. Тек соңғы бет қана қалған. Егер мен бұл жерден кетіп үлгермесем, бір ғана өтінішім бар. Әмір мен Ләйләні жалғыз қалдырман бір. Аянаның көзіне еріксіз жас келді. Ол балаларға қарап, олардың еш кінәсі жоқ екенін түсінді. Дәл сол сәтте төменгі қабаттан есіктің ашылған дыбысы естілді. Тарс! Аяна сағатына қарады. Түнгі 1:30. Карим ерте келді ме? Ол терезеден аулаға қарады. Бірақ Каримнің көлігі жоқ. Онда үйге кім кірді? Ол дәлізге шықты. Төменнен біреудің асықпай баспалдақпен көтеріліп келе жатқан дыбысы анық естілді. Тоқ, тоқ, тоқ. Аяна бөлмесінің есігін сәл ғана ашық қалдырып, сыртқа көз салды. Баспалдақтан көтерілген адам қара киім киген белгісіз ер адам екен. Ол здан жағына қарап алды да, тура Каримнің жұмыс бөлмесіне кіріп кетті. Есікті ішінен жауып алды. Бұл кім болды? Аяна бірнеше минут күтті, сосын жайлап төмен түсті. Жұмыс бөлмесінің есігі толық жабылмаған екен. Іштен әлгі адамның телефонмен сөйлескен дауыс естілді. Иә, құжаттардың бәрі дайын. Аздап үнсіздік орнады. Жоқ, жаңа күтуші әзірге ештеңе дәлелдей алған жоқ. Аянаның жүрегі тарсылдап кетті. Ол туралы тағы айтылып жатыр. Дәл сол сәтте едендегі ағаш тақтай сықыр ете қалды. Белгісіз адам бірден үндемей қалды. Бірнеше секундтан кейін оның ауыр аяқ дыбысы есікке қарай жақындай бастады. Аянаның жүрегі кеудесінен шығып кетердей соғып тұрды.
Жұмыс бөлмесінің ішіндегі адам есікке қарай жақындады. Есік баяу ашылды. Аяна жанындағы үлкен гүл құмырасының тасасына үлгеріп қалды. Белгісіз ер адам дәлізге шығып, жан-жағына мұқият қарады. Бірақ ешкімді көрмеген соң, қайтадан бөлмеге кіріп кетті. Аяна осы сәтті пайдаланып, баспалдақпен жоғары көтеріліп кетті. Там атқанша көз іле алмады. Мен туралы неге үнемі айтып жүреді? Менен неге сақтанады? Бұл сұрақтарға әлі жауап жоқ еді. Таңертең Карим мен Сара үйге қайтып келді. Каримнің көңіл күйі ерекше жақсы көрінді. Балалар қалай болды? Деп сұрады. Жақсы. Ешқандай мәселе болған жоқ па? Аяна сабырмен. Жоқ, бәрі жақсы өтті, деді. Карим бірнеше секунд оның көзіне тіке қарап тұрды. Сосын күлімсіреп, жақсы. Сол күні түстен кейін Ләйла сурет салып отырды. Аяна оның суретіне көз жүгіртті. Суретте 4 адам бейнеленген. Карим, Сара, Әнір, Ләйла. Бірақ суреттің шетінде тағы бір әйел тұр. Бұл кім? Деп сұрады Аяна. Ләйла күлімсіреп. Бұл Эмили әпке. Сен оны әлі ұмытпағансың ба? Қыз басын шайқады. Ол бізге ән айтатын. Ол қайда кеткенін білесің бе? Ләйла кенет үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Бір күні жылап кеткен. Оны көрдің бе? Иә. Қалай? Ол машинаға отырып кетті. Аяна таңырқап қалды. Бұл бұрынғы естіген әңгімелерге мүлде ұқсамайтын. Кешке Әнір де сөзге араласты. Эмили бізге батыл болыңдар деп айтты. Ол басқа ештеңе айтпады ма? Жоқ. Осы сәтте Аяна бір нәрсені түсінді. Балалардың айтқандары әртүрлі болғанымен, бір нәрсе анық еді. Эмили бұл үйде жұмыс істеген, кейін кетіп қалған. Бірақ нақты не болған ешкім толық білмейді. Сол түні Аяна бөлмесіне кіргенде, үстелдің үстінде ақ конверт жатқанын көрді. Бұл жолы конверттің сыртында қазақша жазу бар екен. Аянаға. Ол тез ашты. Ішінде бір ғана қағаз. Егер шындықты білгің келсе, ертең сағат 22:00-де бақтың артындағы ескі беседкаға жалғыз кел. Ешқандай қолтаңба жоқ, ешқандай түсініктеме жоқ. Аяна ұзақ ойланып отырды. Бұл тұзақ болуы да мүмкін, немесе ақыры көптен бері іздеп жүрген адамның хабары болуы мүмкін. Ол не істеу керектігін әлі шешкен жоқ. Келесі күні Аяна өзін ештеңе болмағандай ұстауға тырысты. Балалармен ойнады. Ләйлаға ертегі оқып берді. Әмірмен шахмат ойнады. Бірақ ойнан кешкі сағат 10-дағы кездесу кетпеді. Барсам ба, бармасам ба? Егер бұл тұзақ болса ше, ал егер шынымен біреу көмектескісі келсе. Кешкі сағат 9:30-да үй іші тыныштала бастады. Карим жұмыс бөлмесінде отыр. Сара телефонмен сөйлесіп жүр. Фатима ас үйде. Омар сырттағы күзет бекетінде. Аяна балалардың ұйықтап қалғанына көз жеткізіп, ақырын ғана бөлмесінен шықты. Үйдің артқы есігін жайлап ашып, баққа қарай беттеді. Түн тымық еді. Пальма жапырақтарын челле баяу тербетіп тұр. Бақтың ең шетінде ескі ағаш беседка көрінді. Аяна жақындаған сайын жүрегі қатты соғып бара жатты. Бірақ беседка бос екен. Кім бар? Деп жай ғана дауыстады. Ешкім жауап бермеді. Ол кері бұрылмақ болғанда арт жағынан әйелдің дауысы шықты. Аяна? Аяна жалт бұрылды. Қара киім киген шамамен 30 жастағы әйел тұр екен. Бетінің жартысын орамалмен жауып алған. Сіз кімсіз? Әйел айналасына қарап алды. Дауысыңды шығарма. Сіз маған хат жібердіңіз бе? Әйел басын изеді. Иә. Сіз кімсіз? Әйел орамалын ақырын түсірді. Менің атым Эмили. Аяна көзіне сенбей қалды. Сіз Эмилисіз бе? Иә. Бірақ бәрі сіз жоғалып кетті дейді. Эмили ауыр күрсінді. Мен жоғалған жоқпын. Мен бұл жұмыстан өз еркіммен кеттім. Онда неге ешкім сізбен байланыса алмайды? Өйткені мен кеткеннен кейін өмірімді толық өзгерттім. Телефон нөмірімді ауыстырдым. Басқа елге көшіп кеттім. Біраз уақыттан кейін ғана Дубайға қайта келуге мәжбүр болдым. Аяна таңырқап тыңдап тұрды. Эмили сөзін жалғастырды. Бұл отбасы туралы интернетте айтылып жүрген қауесеттердің көбі шындыққа жанаспайды. Бірақ олардың бір мәселесі бар. Қандай? Олар барлық қызметкерлерден өте қатаң құпиялылықты талап етеді. Үйдегі құжаттарды, балалардың өмірін, немесе жеке ақпаратты сыртқа шығаруға болмайды. Мен осыдан келіспей жұмыстан кеттім. Сонда ешқандай қылмыс жоқ па? Эмили басын шайқады.
Мен өз көзіммен заңсыз әрекет көрген жоқпын. Бірақ олардың айналасында үнемі күдік пен құпия көп болғандықтан, адамдар түрлі әңгіме шығарады. Аяна үнсіз қалды. Соңғы бірнеше күндегі барлық күдігі ойына оралды. Ал маған неге хат жаздыңыз? Өйткені сен де мен сияқты бәрін өзімше түсінуге тырысып жүрсің. Бірақ дәлелсіз қорытынды жасауға болмайды. Ең алдымен балалардың қауіпсіздігін ойла. Эмили сөмкесінен кішкентай конверт шығарды. Мынау менің жұмыстан шыққан кездегі құжаттарының көшірмесі. Егер бір күні саған сұрақ қойылса, шындықты ғана айт. Аяна конвертті қолын алды. Дәл сол сәтте вилла жақтан көлік дауысы естілді. Эмили бірден орнынан тұрды. Мен кетуім керек. Тағы кездесеміз бе? Эмили күлімсіреді. Егер тағдыр жазса. Ол бақтың қараңғылығына сіңіп жоқ болды. Аяна оның артынан ұзақ қараттырды. Енді ол бір нәрсені анық түсінді. Шындық көбіне сырттан естілген қауесеттен әлде қайда күрделі болады. Эмили қараңғылыққа сіңіп кеткеннен кейін, Аяна біраз уақыт орнынан қозғалмай тұрды. Қолындағы конвертті ашуға батылы жетпеді. Ол ақырын ғана бөлмесіне көтерілді. Есікті ішінен жауып конвертті ашты. Ішінде бірнеше құжат пен кішкентай флешка жатты. Алғашқы қағазда Эмилидің жұмыстан өз еркімен кеткен туралы келісім болған. Бәрі заңды рәсімделген. Аяна таңырқап қалды. Онда неге бәрі оны жоғалып кеткен дейді? Келесі қағазда Эмилидің қолымен жазылған қысқа хат бар екен. Аяна, егер осыны оқып отырсан, демек сен де мен сияқты күмәндана бастағансың. Мен бұл үйден қорыққандықтан емес, балаларға тым бауыр басып кеткендіктен кеттім. Олармен қоштасу өте қиын болды. Кейін адамдар түрлі әңгіме шығара бастады. Бірақ бұл үйдің басқа құпиялары бар. Егер оларды білгің келсе, бәріне бірдей сенбе. Аяна хатты бірнеше рет оқып шықты. Басқа құпиялар. Келесі күні таңертең бәрі бұрынғыдай көрінді. Карим касет оқып отыр. Сара Ләйләнің шашын тарап жатыр. Әмір терезеге қарап үнсіз отыр. Тек Аяна ғана бәріне басқаша қарай бастады. Ол әр адамның жүзінен бір белгі іздейтін болды. Түстен кейін Сара Аянаны өз бөлмесіне шақырды. Аяна, демалыс күні біз балалармен яхтаға шығамыз. Жақсы, сен де бірге барасың. Әрине. Сара шкафтан қымбат көйлек шығарып, мынаны киіп көрші. Аяна таң қалды. Мағас па? Иә, бізбен бірге жүретін адамда ұқыпты көрінгенін қалаймыз. Аяна көйлекті алып рахметін айтты. Бірақ бөлмеден шығып бара жатқанда Сара кенет. Аяна. Иә, саған бір сұрақ қояйын. Тыңдап тұрмын. Сен бұл үйде өзіңді қауіпсіз сезінесің бе? Сұрақ күтпеген жерден қойылды. Аяна абдырап қалды. Иә, сезінем. Сара оның көзіне ұзақ қарады. Егер біреу саған біз туралы бірдеңе айтса, алдымен бізден сұра. Түсінбеді. Кейде адамдар көрмеген нәрсені көргенде айтып жатады. Осыны айтып, Сара әңгімені аяқтады. Кешкісін балалар бақшада ойнап жүрді. Ләйля гүл теріп жүрген. Әмір Аянаның қасына келді. Эмилимен кездестіңіз бе? Аяна таңырқап қалды. Сен қайдан білесің? Әмір жай ғана жымиды. Ол кейде алыстан бізге қарап тұрады. Сен оны көрдің бе? Бірнеше рет. Неге ешкімге айтпадым? Әкем рұқсат бермеді. Неге? Ол бізді қорқытқысы келмеді. Аяна үнсіз қалды. Демек, Карим Эмилидің тірі екенін білетін болған, бірақ балаларға оның қайда екенін айтпаған. Неге? Осы сұраққа жауап табу үшін Аяна Эмили берген флешканы қарауға шешім қабылдады. Бірақ дәл сол сәтте бөлмесінің есігі қағылды. Есікті ашса, алдында Карим тұр екен. Қолында дәл сондай флешка бар. Аяна, деді ол сабырлы үнмен. Иә, меніңше сөйлесетін уақыт келді. Аяна есікті толық ашты. Карим бұрынғыдай сабырлы көрінгенмен, бұл жолы жүзінде әлдебір салмақ бар еді. Қолындағы флешканы үстелге қойды. Қорықпа, мен сені жазаламақ емеспін. Аяна үндемеді. Ішке кіріңіз. Карим бөлмеге кіріп, орындыққа жайлап отырды. Соңғы күндері сенің көп нәрсені білгің келіп жүргенін байқап жүрмін. Аяна оның жүзіне қарады. Мен тек түсінгім келеді. Нені? Неге бәрі бұл үй туралы әртүрлі әңгіме айтады? Неге бұрынғы күтушілер туралы ешкім ашық сөйлеспейді? Неге мені біреу бақылап жүргендей сезінемін? Карим ауыр күрсінді. Мен саған бәрін бірден айта алмаймын, бірақ бір нәрсені түсін. Тыңдап тұрмын. Біз өте танымал отбасымыз. Компаниямыздың серіктестері көп.
Кейбір адамдар біз туралы жалған ақпарат таратып, беделімізді түсіргісі келеді. Аяна үндемей тыңдап отырды. Сол себепті үйдің қауіпсіздігі күшейтілген. Камералар көп. Қызметкерлер құпиялылық туралы келісімге қол қояды. Ал Эмили ше? Карим бір сәт үнсіз қалды. Ол жақсы күтуші болды. Неге кетті? Отбасылық жағдайына байланысты. Бұл жауап Аянаны толық қанағаттандырмады. Карим орнынан тұрып үстелдегі флешканы нұсқады. Мынау біздің қауіпсіздік жүйесінің ережелері мен қызметкерлерге арналған нұсқаулық. Маған не үшін беріп тұрсыз? Сен өзің іздеп жүрген сұрақтардың кейбір жауабын содан табарсың. Осын айтып бөлмеден шығып кетті. Карим кеткен соң Аяна екі флешканы қатар қойды. Бірі Карим берген, бірі Эмили берген. Қайсысын бірінші ашсам екен? Ол алдымен Каримнің флешкасын ноутбукке қосты. Ішінде тек жұмысқа қатысты құжаттар, қауіпсіздік ережелері, қызметкерлердің міндеттері және құпиялылық талаптары ғана бар екен. Ешқандай күмәнді нәрсе көрінбеді. Қызық. Енді Эмилидің флешкасын қосты. Бұл жолы ішінде бірнеше бейне жазба болды. Бірінші бейне балалардың туған күнінен түсірілген екен. Әмір мен Лейла күліп ойнап жүр. Эмили олармен бірге торт дайындап жатыр. Екінші бейне бассейн жанында түсірілген. Үшінші бейне Аяна оны қосқанда таңырқап қалды. Бейнеде Эмили камераға қарап сөйлеп отыр екен. Егер біреу бұл жазбаны көріп отырса, мен бір нәрсені түсінгенімді айтқым келеді. Бұл үйде жұмыс істеу оңай емес. Үнемі күзет, камералар, ережелер. Бірақ балалар өте жақсы. Мен кетуге өзім спешім қабылдадым. Алайда сыртта адамдар бұл отбасы туралы түрлі қауесет таратып жүр. Әр естіген сөзге сене бермеңіздер. Бейне осы жерден үзіліп қалды. Аяна ойланып қалды. Онда Эмили маған басқа құпиялар бар деп неге айтты? Дәл сол кезде флешканым ішінде private деген құпия папканы байқап қалды. Ол ашылмай тұр. Құпия сөз сұрайды. Аяна бірнеше рет болжап көрді. Эмили 2022, Дубай, Нанни. Еш қайсысы сәйкес келмеді. Сол сәтте есік қағылды. Бұл жолы есіктің ар жағында Әмір тұр екен. Ол сыбырлап: Аяна әпке? Иә? Мен әлгі құпия папканың құпия сөзін білетін сияқтымын. Аяна бірден есікті жауып, Әмірді бөлмеге кіргізді. Қандай құпия сөз? Әмір ақырын ғана ноутбукқа қарап: Эмили әпке маған бір күні, егер бірдеңе болып кетсе, менің ең жақсы көретін сөзімді ұмытпа деген. Қандай сөз? Sunflower. Күнбағыс па? Иә, Лейла екеуміз оған күнбағыс гүлін үнемі сыйлайтынбыз. Аяна бірден құпия сөз орнына Sunflower деп жазды. Экран бір сәтке ойланып тұрды. Келесі секундта папка ашылып кетті. Ашылды, деді Аяна таңырқап. Ішінде ондаған файл бар екен. Алғашқы файлдың аты маңызды. Алдымен осыны оқы. Аяна файлды ашты. Экранда Эмилидің ұзақ хаты пайда болды. Егер сен осы папканы аша алсаң, демек Әмір саған сеніп жүр. Бұл өте маңызды. Мен саған бір нәрсені түсіндіруім керек. Мен бұл үйден қорыққандықтан кеткен жоқпын, бірақ мен бір үлкен құпияны байқап қалдым. Аяна ары қарай оқи бастады. Карим мырза сырт көзге қатал адам болып көрінеді, бірақ балаларым қатты жақсы көреді. Мен ешқашан оның балаларға жамандық жасағанын көрген емеспін. Бірақ оның айналасында жүрген адамдардың бәріне сене беруге болмайды. Аяна қабағын тиді. Келесі сөйлемді оқығанда тіпті таңырқап қалды. Ең алдымен Омарға сақ бол. Омарға? Деді Аяна сыбырлап. Әмір де экранға қарап қалды. Хат жалғаса берді. Бірнеше рет түнде Омардың бөтен адамдармен сөйлескенін естідім. Ол телефонмен үнемі үй туралы мәлімет беріп жүретін. Мен бұл туралы Каримге айтқым келді, бірақ дәлелім болмады. Сол себепті жұмыстан кетіп, алыстан бақылауды жөн көрдім. Аяна мен Әмір бір-біріне қарады. Сонда Эмили Каримнен емес, Омардан күдіктенген ғой, деді Аяна. Әмір ақырын басын изеді. Мен де Омардан қорқамын. Неге? Ол кейде мені көрмегендей қарап тұрады. Осы кезде дәлізден аяқ дыбысы естілді. Ток, ток, ток. Екеуі бірден үнсіз қалды. Есік сыртынан біреу тоқтады. Бірнеше секунд тыныштық орнады. Артынша есік қағылды. Әмір, бұл Омардың дауысы еді. Әкең сені іздеп жатыр. Әмір Аянаға үрейлене қарады. Аяна ноутбукты тез жауып жіберді. Қазір барады, деді. Омар үндеместен кетіп қалды, бірақ оның аяқ дыбысы алыстаған жоқ. Ол есіктің ар жағында біраз уақыт тұрғандай болды. Аяна есікті ашып қарағанда дәліз бос еді.
Сол түні Аяна ұзақ ойланды. Енді күдік мүлде басқа адамға ауған. Бірақ Эмилидің айтқаны рас па, әлде бұл да дәлелсіз болжам ба? Ол нақты жауап таппайынша ешкімді айыптағысы келмеді. Дәл сол сәтте ноутбук экраны өздігінен жанып кетті. Жаңа ғана ашылған папканың ішінде бұрын байқалмаған тағы бір файл пайда болды. Файлдың атауы бейнежазба, тек соңында қара. Аяна курсорды ақырын сол файлға апарды. Аяна біраз уақыт экранда қарап отырып қалды. Бейнежазба, тек соңында қара. Файлдың атауының өзі үрей туғызды. «Қазір ашпай-ақ қояйын ба?» деп сыбырлады ол. Бірақ қызығушылығы жеңді. Ол файлды ақырын басты. Экран қараңғыланып бейне ашылды. Бейне түнде түсірілген сияқты. Камера бір бұрышта жасырын тұрған. Көріністе жертөленің қойма бөлігі көрінеді. Бірнеше секунд ештеңе болмады. Сосын кадрға Омар кірді. Ол айналасына қарап алып, телефонмен сөйлесе бастады. «Иә, бүгін үй иелері жоқ, үнсіздік. Жоқ, балалар жоғарда, тағы үнсіздік. Жаңа күтуші күмәнданып жүр, бірақ әзірге ештеңе білмейді». Аянаның денесі тітіркеніп кетті. Бейне жалғаса берді. «Құжаттарды ертең түнде шығарамыз. Ескі архивтің бәрі кетуі керек». Осы жерде бейне аяқталды. Аяна ноутбукты жауып жіберді. Демек, Эмили өтірік айтпаған. Ертесі күні ол өзін барынша сабырлы ұстауға тырысты. Омар дәлізде кездескенде әдеттегідей күлімсіреп амандасты. «Қайырлы таң, Аяна». «Қайырлы таң». Бірақ енді Аяна оның жүзіне басқаша қарайтын болды. «Ол мені бақылап жүр ме?» Түстен кейін әмір тағы келді. «Бүгін түнде олар архивке барады». «Саған кім айтты?» «Мен естідім. Омар телефонмен сөйлесті». «Қай уақытта?» «Түнгі 12-де». Аяна ойланып қалды. Бұл қауіпті еді. Бірақ егер архивтегі құжаттарды алып кетсе, кейін ештеңені дәлелдеу қиын болуы мүмкін. «Әмір, сен бүгін түнде бөлмеңнен шықпайсың. Ләйләні да қасында ұста, бала басын изеді». «Ал сіз ше?» «Мен тек қарап қайтам». Түнгі 11-ге қарай үй іші тыныштала бастады. Карим жұмыс бөлмесінде ұзақ отырды да, кейін жоғары қабатқа көтерілді. Сара да өз бөлмесіне кірді. Аяна қара киім киіп, бөлмесінің жарығын өшірді. Сағат тілі 12-ге жақындағанда дәлізден аяқ дыбыстары естілді. Омар. Онымен бірге тағы бір белгісіз ер адам бар. Екеуі жертөлеге қарай түсті. Аяна біраз күтіп барып, жасырын дәліз арқылы төменге түсті. Қойманың ар жағындағы тар саңылаудан қарап тұрды. Омар темір шкафты ашып, папкаларды үлкен қара сөмкеге салып жатыр екен. Белгісіз адам. «Мұнаның бәрін бүгін алып кетеміз бе?» «Иә. Ескі құжаттардың бұл жерде қалмаған дұрыс». «Ал Каримше, біліп қоймай ма?» Омар мысқылдап күлді. «Ол архивке жылдар бойы кірген емес». Аяна таңы қалды. Сонда Каримнің өзі бұл құжаттардың жоғалып жатқанын білмей ме? Дәл сол сәтте оның аяқ астындағы ағаш сықыр ете қалды. Омар бірден басын көтерді. «Кім бар?» Шамның жарығы дәл Аяна тұрған жаққа бұрылды. Ол демін ішіне тартып қозғалмай қалды. Бірнеше секундқа созылған тыныштықтан кейін Омар ақырын ғана: «Мен біреудің бар екенін білемін» деді. Сосын ол шамын көтеріп, тар дәлізге қарай жүре бастады. Омар қолындағы шамды жоғары көтеріп, тар дәлізге қарай жақындай бастады. Аянаның жүрегі қатты соғып тұрды. Ол қабырғаға жабысып, дем алмауға тырысты. Омар тағы бір қадам жасады. Тағы бір. Екеуінің арасын енді 2 метр бөліп тұрды. Дәл сол сәтте жоғары қабаттан бір заттың құлаған дауысы естілді. Тарс. Омар жалт бұрылды. «Не болды екен?» деді қасындағы ер адам. «Бар қарайық». Екеуі баспалдаққа қарай асығып кетті. Аяна ауыр дем алып, қабырғаға сүйенді. Азақ қалды. Омар кеткеннен кейін ол қоймаға кірді. Темір шкафтың есігі ашық тұр екен. Ішіндегі папкалардың көбі жоқ, бірақ ең төменгі сөреде шаң басқан қомыр қорап қалыпты. Аяна қорапты ашты. Ішінде ондаған флешка мен бейнекамераның ескі жад карталар жатыр. Әр қайсына күндер жазылған. 2022, 2023, 2024. Неге бұларды алып кетпеген? Деп ойлады ол. Ол бір ғана жад картасын қалтасына салып алды. Сол кезде жоғардан Омардың ашылу дауысы естілді. «Ешкім жоқ екен». Онда дыбыс қайдан шықты? «Білмеймін, бірақ бүгін бәрін тез бітіреміз». Аяна тез жасырын дәлізге кіріп, жоғары көтерілді. Бөлмесіне жеткен соң ноутбукке жад картасын салды. Ішінде тек бір ғана бейне жазба бар екен. Ол бейнені ашты. Экранда үйдің ауласы көрінді.
күндізгі уақыт. Балалар велосипед теуіп жүр. Кенет Карим сыртқа шығып, күзетшілердің біріне: «Балалардың қауіпсіздігі бірінші орында. Үйдің барлық камераларын қайта тексеріңдер», деді. Бейне әрі қарай жалғасты. Сол сәтте кадрдың арғы жағынан Омардың телефонмен сөйлесіп тұрғаны байқалды. Ол ешкім байқамайды деп ойлаған сияқты. Камераның микрофоны оның сөздерін анық жазып алыпты. Үйдің жоспарын жіберем». Аздап үнсіздік. Бірақ ешкім байқамау керек. Бірнеше секундтан кейін бейне аяқталды. Аяна таңырқап қалды. Бұл жолы күдік бұрынғыдан да күшейді. Бірақ ол әлі нақты не жоспарланып жатқанын түсіне алмады. Таңертең Аяна балаларды таңдасқа шақырды. Әмір жай ғана: «Кеше сіз қорқып кеттіңіз бе?» деп сұрады. Аздап. Мен де. Бірақ енді бәрі жақсы болады. Әмір басын шайқады. Жоқ. Неге? Өйткені Омар бүгін өте ашулы. Осы кезде Омар ас бөлмесіне кірді. Ол бұрынғыдай күлімсіреген жоқ. Көз қарасы суық еді. Ол Аянаға тіке қарап: «Сізбен кейінірек сөйлесуім керек». «Не туралы?» «Кейбір сұрақтарым бар». Осын айтып бұрылып кетіп қалды. Аяна оның өзін бір нәрседен күдіктеніп жүргенін анық сезді. Сол күні кешке күтпеген жағдай болды. Карим барлық қызметкерлерді үлкен қонақ бөлмесіне жинады. Ол байсалды дауыспен: «Үйдегі архивтен маңызды құжаттар жоғалып кеткен сияқты. Сондықтан бүгіннен бастап бәріміз тексерістен өтеміз». Бұл сөзді естігенде Омардың жүзі бір сәтке өзгеріп кетті. Ал Аяна іштей енді шындықтың ашылатын уақыты жақындап қалды деп ойлады. Қонақ бөлмесінде үнсіздік орнады. Карим бәріне кезек-кезек қарап шықты. Үй қызметкерлері де, бағбандар да, аспазшылар да бір-біріне аңтарыла қарасып тұр. Ешкім не болған түсінбеді. Карим байсалды үнмен сөзін жалғастырды. «Кеше түнде архив бөлмесінен бірнеше маңызды құжат жоғалған. Бұл құжаттар біздің компанияның ескі есептері емес. Олар балалардың медициналық құжаттары, сақтандыру қағаздары және отбасының жеке архиві болатын». Аяна тамырғап қалды. Демек, Омар басқа құжаттарды алып кеткен екен. Карим: «Мен ешкімді айыптап тұрған жоқпын, бірақ бұл үйде жұмыс істейтін әр адамға сенім арттым. Сондықтан бәрін анықтауымыз керек». Омар ешқандай эмоция білдірмеді. «Барлық камералардың жазбасын қараймыз», деді ол сабырлы түрде. Карим оған қарап: «Бірақ бұл жолы жазбаларды өзім қараймын». Омардың қабағы бір сәтке түйіліп кетті. Жиналыстан кейін Аяна балаларды бөлмесіне алып шықты. Ләйла оның қолынан ұстап: «Аяна әпке». «Әкем мұңайып жүр». «Неге олай ойлайсың?» «Ол бүгін таңертең мені бұрынғыдай құшақтамады». Аяна қызды құшағына басты. «Уайымдама, бәрі жақсы болады». Бірақ өзі де бұл сөзге толық сенімдемес еді. Кешке қарай Әмір Аянаның бөлмесіне келді. «Бір нәрсе таптым». «Не таптым?» Әмір қалтасынан кішкентай кілт шығарды. «Мұнаны кеше дәлізден тауып алдым». Аяна кілтті қолыма алды. Ескі темір кілт екен. Бетінде кішкентай ғана нөмір жазылыпты: А17. «Мұны қайдан таптым?» «Омардың қалтасынан түсіп кеткен сияқты». Аяна таңырқап қалды. «Сен соны көрдің бе?» Ол бірақ ойланып отырды. Бұл кілт ненің кілті болуы мүмкін? Сол түні Аяна үйдің төменгі қабатын аралап жүріп, қойма есіктерін қарай бастады. Бірнеше құлыққа кілт сәйкес келмеді. Ең соңында жертөренің алыс бұрышындағы кішкентай темір есікке келгенде ғана кілт дәл келді. Кілтті бұрағанда шырт, құлып ашылды. Есік ар жағында шағын бөлме бар екен. Бөлме шаң басқан. Ішінде ескі сөрелер мен бірақ қорап қана тұр. Аяна фонарын жағып ішке кірді. Қораптардың бірінің сыртында «Қауіпсіздік жүйесі 2021» деп жазылыпты. Екіншісінде ескі камералар. Ал үшінші қораптың ішінде ондаған қатты диск жатыр. Дәл сол сәтте бөлменің сыртынан аяқ дыбысы естілді. Біреу дәлізбен баяу келе жатыр. Аяна фонарын бірден сөндіріп тыныш тұра қалды. Аяқ дыбысы жақындай түсті. Сосын дәл есіктің алдында тоқтады. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Артынша біреу есіктің тұтқасын ақырын басып көрді. Бірақ есік ішінен құлттаулы еді. Бейтаныс адам сыбырлап: «Мен сенің ішінде екеніңді білемін». Бұл Омардың даусы болатын. Аяна демін ішіне тартып қимылсыз қалды.
Ал Омар есіктің ар жағында кетпестен үнсіз күтіп тұрды. Аяна орнынан қимылдамады. Есіктің ар жағында Омардың тыныс алғаны анық естіліп тұрды. 1 минут, 2 минут, 3 минут өтті. Ақыры Омар ақырын ғана: «Егер ішінде ешкім болмаса, неге есік ішінен қоттаула?» деді. Аянаның жүрегі тарсылдап кетті. Дәл сол сәтте дәліздің арғы жағынан Кариннің даусы естілді. «Омар!» «Иә, мырза. Сен іздеп жатырмын». Омар есікке тағы бір қарап алды. «Қазір барамын». Оның аяқ дыбысы біртіндеп алыстай бастады. Аяна тағы бірнеше минут күтті. Тыныштық орнаған соң ғана есікті ақырын ашып, сыртқа шықты. Құпия бөлмедегі қораптарды толық қарап үлгермеген еді. Сондықтан ол бір ғана қатты дискін алып, орнына дәл сондай бос диск қойып кетті. Егер біреу санап жүрмесе байқамайтын шығар деп ойлады. Бөлмеден шыққан соң есікті қайтадан құлыптап, кілтті қалтасына салды. Бөлмесіне келген бойда ноутбукке қатты дискіні жалғады. Ішінде жүздеген файл бар екен. Көпшілігі қауіпсіздік камераларының ескі жазбалары. Бірнеше сағат бойы қарап отырып, ол ерекше ештеңе таппады. Бәрінде қызметкерлердің күнделікті жұмысы, балалардың ойнап жүргені, қонақтардың келіп кеткені ғана түсірілген. Мүмкін мен бекер күмәнданып жүрген шығармын деп ойлады. Бірақ соңғы папканы ашқанда экранда архив, тек әкімшіге деген белгі шықты. Ол папка ашық екен. Ішінде бірнеше бейне жазба сақталған. Алғашқы бейнеде Карим қауіпсіздік қызметінің басшысымен сөйлесіп тұр. Балалардың жеке өмірі сыртқа шықпау керек. Камералардың барлығы тек қауіпсіздік үшін қолданылады, дейді ол. Екінші бейнеде қалыпты. Үшінші бейнеде Омар көрінді. Ол камераны жөндеп жатқан сияқты. Бірақ бірнеше секундтан кейін ол камераны әдейі басқа жаққа бұрып жіберді. Артынша қалтасынан шағын құрылғы шығарып, бір нәрсені жалғады. Аяна бейнені қайтадан басынан көрді. Ол не істеп жатыр? Түсіне алмады. Келесі күні таңертең Аяна бұл туралы ешкімге айтпады. Балалармен бұрынғыдай ойнап жүрді. Бірақ Омардың өзін сырттай бақылап жүргенін анық сезетін. Ол қайда барса да, Омардың көзі өзінде сияқты көрінді. Кешке қарай Карим Аянаны тағы жұмыс бөлмесіне шақырды. «Отыр». Аяна үнсіз отырды. Карим біраз уақыт қағаздарды қарап отырды да: «Саған бір сұрақ қояйын. Тыңдап тұрмын. Соңғы күндері сен өзіңді бір түрлі ұстап жүрсің». Аяна үндемеді. «Егер бір нәрсе мазалап жүрсе, маған ашық айт». Аяна біраз ойланды. Ол дәл қазір көргендерінің бәрін айту керек пе? Әлде әлі нақты дәлел жинаған дұрыс па? Ол шешім қабылдай алмай отырғанда, жұмыс бөлмесінің есігі тарсылдап ашылды. Ішке Фатима жүгіріп кірді. Дауысы дірілдеп тұр. «Карим мырза!» «Не болды?» «Ләйлә жоқ». Карим орнынан атып тұрды. «Не дегенім? Біз бүкіл үйді қарап шықтық, еш жерден таба алмадық. Аянаның өңі қашып кетті. Бірнеше минут бұрын ғана аулада ойнап жүрген кішкентай Ләйлә аяқ астынан із-түзсіз жоғалып кеткен еді». Карим бір сәтке сасып қалды. Оны Аяна алғаш рет осындай күйде көріп тұр. «Барлық қақпаны жабыңдар», деді ол қатты дауыстап. «Ешкім үйден шықпасын». Күзетшілер жан-жаққа жіберіп кетті. Фатима көзіне жас алып: «Аз ғана уақыт бұрын бақшада ойнап жүрген Сараның өңі қуқыл тартып кеткен. Ләйлә, қызым». Аяна оның иығынан ұстап: «Сабыр сақтаңыз, біз міндетті түрде табамыз». Үйдің әр бұрышы тексеріле бастады. Бөлмелер, бақша, бассейннің маңы, гараж, тіпті жертөле де қайта қаралды. Бірақ Ләйләдан ешқандай із жоқ. Осы кезде әмір Аянаның қолынан тартып алды. «Аяна әпке?» «Иә, мен бір нәрсені айтайын ба?» «Әрине». Ләйлә бүгін біреумен сөйлесіп тұрған. Аяна елең ете қалды. «Кіммен?» «Көрмедім». «Ер адам ба, әйел ме?» «Алыста тұрды». «Ләйлә қорқты ма?» «Жоқ». «Онда?» Ол күліп тұрды. Бұл сөз бәрін одан сайын жұмбақ етті. Карим полицияға хабарласуға дайындалып жатқанда, Омар оның жанына келді. «Мырза, алдымен үйдің барлық камерасын қарап шығайық». «Қазір». Бәрі қауіпсіздік бөлмесіне жиналды. Экраннан бақшадағы жазбалар қосылды. Ләйлә гүл теріп жүр. Бірнеше минуттан кейін камера кенет қатып қалады. Экранда бірнеше секундқа бейне жоғалып кетті. Қайта қосылғанда Ләйлә жоқ. Карим тамырқап экранға қарап қалды. «Камера неге өшіп қалды?» Омар иығын көтерді. «Білмеймін, мүмкін техникалық ақау шығар». Аяна үндемеді.
Бірақ оның есіне ескі бейне жазба түсті. Онда дәл осы Омар камераны әдейі бұрып, бір құрылғыны жалғаған еді. Бұл жай ғана сәйкестік пе? Ол әлі ешкімді айыптағысы келмеді. Алдымен нақты не болғанын түсіну керек еді. Дәл сол сәтте күзетшілердің бірі жүгіріп бірді. Карим мырза, не болды? Бақтың артқы жағынан Ләйләнің ойыншығы табылды. Бөлмедегілердің бәрі бірден сыртқа қарай жүгірді. Аяна ойыншықты жерден көтеріп алды. Бұл Ләйлә ешқашан қасына тастамайтын кішкентай қоян болатын. Ойыншықтың жанында аяқ киімнің кішкентай іздері көрініп тұр. Бірақ іздер бақтың шетіне жеткенде кенет жоғалып кетеді. Аяна ойыншықты құшағына қысып тұрып ішінен, «Ләйлә, қайда болсаң да аман болшы», деп сыбырлады. Оқиға енді мүлде басқа арнаға бұрылып бара жатқан еді. Ләйләнің ойыншығын қолына ұстаған Аяна ұзақ тұрды. Бақтағы үнсіздік бұрынғыдан да ауыр сезілді. Күзетшілер шаммен әр бұтаның арасын қарап шықты. Полиция да келіп іздеу жұмыстарын бастады. Кариннің жүзі қатты өзгеріп кеткен еді. Ол енді бай кәсіпкер емес, қызын іздеп жүрген әке ғана сияқты көрінді. Түнгі сағат 3-ке дейін ешқандай нәтиже болмады. Шаршаған қызметкерлер үйге қайта бастады. Сол кезде әмір ақырын ғана, «Әкем». Карим бірден бұрылды. «Не болды, балам?» Ләйлә кейде тығылмақ ойнағанда қайда тығылатынын білемін. «Қайда?» «Ескі жылыжайға». Бәрі бірден жылыжайға қарай жүгірді. Есікті ашқанда іштен әлсіз жылаған дауыс естілді. «Әке». «Ләйлә». Карим қызын құшағына басып көз жасын тыя алмады. Ләйлә қорыққаннан бұрышқа тығылып қалды. Камера өшкен кезде мысықтан шошып, жылыжайға жүгіріп кірген екен. Ескі есік желден жабылып қалып, кішкентай қыз өздігінен шыға алмай қалған. Үйдегілердің бәрі терең дем алды. Бірақ бір сұрақ бәрібір жауапсыз қалды. Камера неге дәл сол сәтте істен шықты? Карим техникалық мамандарды шақыртып, барлық жүйені тексертті. Бірнеше сағаттан кейін мамандар қорытындысын айтты. Камераға сырттан араласу болған. Бұл сөзді естігенде бөлмеде тыныштық орнады. Карим Омарға қарады. Мұны түсіндіре аласың ба? Омардың өңі өзгеріп кетті. Мен ештеңе істеген жоқпын. Бірақ жүйенің журналында камераға дәл Омардың қызметтік картасы арқылы кірілгені анықталды. Келесі күндері ішкі тексеріс жүргізілді. Белгілі болғандай, Омар бірнеше ай бойы қауіпсіздік жүйесін өз бетінше өзгертіп жүрген. Ол кейбір камераларды уақытша өшіріп, архивтен құжаттарды көшіріп алып отырған. Мұның бәрі кейін құқық қорғау органдарына тапсырылды. Каримнің өзі де бұл әрекеттерден хабарсыз болғаны анықталды. Бір аптадан кейін үй қайтадан тыныштала бастады. Ләйлә бұрынғыдай күліп ойнайтын болды. Әмір де көңілдене түсті. Бір күні Карим Аянаны жұмыс бөлмесіне шақырды. «Аяна, саған рахмет айтқым келеді. Мен ерекше ештеңе істеген жоқпын. Егер сен байқампаз болмағанда, біз көп нәрсені кеш түсінер едік». Ол үстелдің үстіне конверт қойды. «Бұл еңбегіңге берілген сыйақы. Ал егер қаласаң, бізбен әрі қарай жұмыс істей аласың». Аяна сыпайы жымиып, «Рахмет. Бірақ мен Қазақстанға қайтқым келеді». Карим түсіністікпен басын изеді. «Біз сені әрқашан жақсы естелікпен еске аламыз». Ұшатын күні Ләйлә Аянаны құшақтап жылап алды. «Аяна әпке, қайта келесіз бе?» Аяна оның маңдайынан сүйді. «Бір күні міндетті түрде келемін». Әмір де қолын созып, «Сіз келгеннен кейін бәрі өзгерді. Жақсы оқып қарындасына қамқор бол. Уәде беремін». Ұшақ көкке көтерілгенде Аяна терезеден төмендегі қаланы соңғы рет көрді. Бұл сапар оған бір нәрсені үйретті. Кейде сырт көзге қорқынышты болып көрінетін оқиғалардың артында мүлде басқа шындық жатады. Ал шындыққа жету үшін асығыс қорытынды жасамай, әр нәрсені дәлелмен бағалау керек. Осылайша Қазақстаннан арман қуып келген қарапайым қазақ қызы қиын сынақтан өтіп, елге бұрынғыдан да батыл әрі тәжірибелі болып оралды. Егер әңгіме сіздерге ұнаса, арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікірге қай қаладан көріп отырғандарыңызды және дәл қазір сіздерде сағат қанша екенін жаза кетсеңіздер, өте қызық болады. Барлық пікірлеріңізді міндетті түрде